Баяғыда мақта қыз болыпты. Ол үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады. Мақта қыз мысықты шақырады, бірақ мысық келмейді. Келмесең келме. Мың деп мақта қыз мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың? Там деп сұрайды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың деп сұрайды. Бірақ мақта қыз айтпайды. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық жылап, құйрығын сұрауды. Мақта қыз қатығымды төле дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр жапырақ сұрайды. Ағашқа барады. Ағаш су сұрайды. Мысық су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар сағыз сұрайды. Дүкеншіге барады. Дүкенші жұмыртқа сұрайды. Тауықтар дән сұрайды. Мысық тышқандай ұстап алады. Тышқаннан бір уыс тары алады. Тары тауыққа беріледі, жұмыртқа алынады. Осылайша бәрі бір-біріне жетеді. Соңында мысық қатықта келеді.